Аң дала келбетіне қайранмын, көз алдымда құшағың кең жайған құм, ортасынан ойып орман салдырған бабалардың қолдарынан айналдым. Хан ордасының 7 кереметінің бірі Жәңгір бабамыздың бастауымен қолға алынып, күні бүгінге шейін сақталған Нарын орманына биыл 130 жыл толып отыр. Хан ордасы шежірелі тарихымен ғана емес, тамылжыған тамаша табиғатымен көпшілікті тәнті еткен қасиетті өлке, құтты мекен. Нарын деп аталатын құм шағылым бойлай өскен қара алқа, үйеңкі, ақ терек, ақ акация сынды ағаш түрлері, мәңгі жасыл қарағайлар орманы алғаш келген жанның таңданысын тудырып, қызықтырары хақ. Тарихи деректерге сүйенсек, 19 ғасырда Бөкей ордасына келген зерттеуші саяхатшылар Яков Владимирович Ханхих пен Семен Палас өз еңбектерінде Нарын құмында биік ағаш теректердің болмағаны мен суы мол қазан шұңқырларда бұта тектес өсімдіктердің болғаны жөнінде мәліметтер келтіреді. Жәңгір билік құрған кезінде елдің әлеуметтік жағдайына ғана емес, табиғи байлығына да ерекше көңіл бөліп, бүгінгі күнге дейін сақталған Нарын орманының негізін қалаған. Бұл әрине бір күннің емес, ұзақ уақыт бойғы қажырлы еңбектің нәтижесі. 1831 жылы Жәңгір орданың батыс бетіне отырғызу үшін ағаш көшеттерін сұратып, Орынбор әскери губернаторы Соқтеленге хат жолдайды. Оған жауап ретінде Орынбор әскери губернаторы Соқтелен Саратов губернаторының мәртебелі кеңесшісі Челов арқылы ағаш көшеттері мен дәндерін жіберетіндігін хабарлайды. 1842 жылы орманды қорғау үшін хан Жәңгір тал теректерді кеспеу жөнінде арнайы жарлық шығарып, орманды қорғап баптауға қорықшылар тағайындаған. 1845 жылы Жәңгір өлгеннен кейін оның игі ісі тоқтатылып, кейін 1851 жылы уақытша кеңес кезінде қайта жолға қойылып, қорықшы тағайындалып, жойылуға шақ қалған орманның қалғанын сақтап, құм көшкінін болдырмас үшін шаралар қолданылады. 1876 жылы патша үкіметінің құзырлы орындары орманды алқаптарды мемлекет тарапынан қорғау жөнінде мәселені талқылайды. 1888 жылы 17 желтоқсанда Астрахань губерниялық орман қорғау комитеті Бөкей ордасының Нарын құмындағы жалпы көлемі 20 000 десятина жерге орналасқан орман алқаптарын қорғау жөнінде шешім қабылдады. Сол кезден бастап Нарын құмы 10 секторға бөлінеді. Олар Жас құс, Қандағаш, Мешіт құм, Қызыл шағыл, Аймекен, Қартақым, Қарғалы құмдары. Орман алқаптарын қорғау, өсірумен шұғылданатын арнайы мекеме құрылғанға дейін бұл іспен айналысу Бөкей ордасын басқаратын уақытша кеңеске жүктеледі. 1890 жылы наурыз айында ордадан Нарын орман шаруашылығы құрылып, орманшылар орман алқаптарын жүйелі түрде зерттеп, мұнда жаңа өсімдіктер мен ағаш түрлерін өсіруді қолға алады. Орман шаруашылығының бірінші орманшысы болып Турецкий, көмекшісі Полецкий, ал орман кондукторы болып Лысов тағайындалады. Олар орман питомнигін құрып, онда жабайы жидек, шие, көктерек, ақтерек, қарағаш, татар үйеңкісін өсіріп, құм топырағын сақтау үшін құмаршық, қияқ, шілік отырғызады. 1902 жылы Нарын орман шаруашылығына бас орманшы Бабков, орманшы Ефимов, орман кондукторлары Дживинский, Музраевтар қызметке келіп, көптеген өсімдік түрлерін өсіруге атсалысқан. Олар әртүрлі ағаштарды будандастырып, жергілікті жердің климатына бейімделген жаңа түрлерін шығарды. Сондай еңбектің арқасында Нарын құмында қарағай егіледі. Бұл қарағайдың ерекшелігі бір жағынан құмды тоқтатса, екіншіден өз бойынан өмірге қажетті оттегі мен өкпе ауруына бірден бір ем болатын фитонцид элементін көп бөледі. 1910 жылы Нарын орман шаруашылығы жанынан жас құс тәжірибе станциясы құрылып, арнайы ағаш көшеттерін өсіретін питомник ашылады. Сондай-ақ Нарын, Қандағаш питомниктері ұйымдастырылады. Бұл питомниктерде қарағай, қара алқа, ақтерек ағаштарының көшеттері өсіріліп, кейін олар орман алқаптарына апарып отырғызылады.
Осы жылы бұл үйде осыдан 110 жыл бұрын, яғни 1910 жылы орманшылар мектебі ашылды. Мұнда жергілікті жерден орман кондукторлары даярланған. Мектеп 1922 жылға шейін қызмет атқарып тұрды. Осында оқығандардың бірі жерлесіміз Жұмағай Садықов. Бүгінде оның шөбересі Нұрлыбек Есенов Орда орманын көркейтуге өз үлесін қосуда. Аталарымыз осы орман шаруашылығында қызмет атқарған. Оның ішінде Садықов Жұмағали деген атамыз орманшы мектебін бітіріп, осы орман шаруашылығында ұзақ жыл қызмет атқарып, одан кейін оның інісі Садықов Ислам орманшы қызметін атқарды. Оны әкеміз Есенов Базарбай осы орман шаруашылығында ұзақ жыл қызмет атқарып, анамыз екеуі, анам Мариям екеуі ұзақ жыл қызмет атқарды. Одан соң өзім осы орман шаруашылығында қызмет атқарып келеміз. Біздің ұрпағымыз осы орман шаруашылығымен тығыз байланысты. Орман шаруашылығы өз қызметін кешегі сүреңі қашқан зобалаң жылдары да, соғыс өрті шарпыған кезеңдерде де тоқтатқан емес. Оған куә сол кезеңдерден сақталып жеткен мұрағат құжаттары. 1937 жылғы саяси қуғын-сүргін кезінде де осы орман шаруашылығының басшылары Жұман Қараушев, Мырзағалиев, Жұмағалиев халық жауы деген жаламен тұтқындалып, қуғын-сүргінге ұшыраған. Сұрапыл соғыс жылдарында да Орда орман шаруашылығы мекемесінде жиде акация тамырларынан ертірман жасалып, Сталинград майданына қолма-қол тапсырылған. 1950-1970 жылдары Орда орман шаруашылығының жұмысы қарқынды жүргізіледі. Ағаш түрлерін көптеу отырғызу, аң, құс әлемінің қорын молайту сынды жұмыстар осы кезеңде қолға алынды. Нарынқұмда енді ағаш отырғызу жұмыстары 1900 жылдан бастап жүргізілген. Бірінші лесничий жүргізген Бабков деген кісі, одан кейін жалғасын тапқан. Сол жылдары жаңағы осы Россия жаңа сыр уақытында құмды жерлерде, шөлейтті жерлерде ағаш отырғызу, соның үстіне қарағай отырғызу жұмыстарының негізін қалаушы академик Гайль деген болған. Академик Гайльдің бастауымен осы Орда жерінде, Нарынқұмында, әсіресе мынаның Қандыағаш, жас құмдарында көп жұмыстар жүргізілген. Ол жұмыстардың басы 1930 жылдардан басталады. Жаңағы осы негізіне сол өзімен бірге Гайль көп жаңа ғалымдар алып келген, жаңа студенттер де осында практикаларын өткізген. Соңы осы 50-60-70 жылдарға шейін ол келіп жұмыстарының нәтижесін көріп тұрған. Академик Гайль енді өзінің 90 жасына жеткен шамасында, осы мен ол уақытта жоқпын, 90 жылдардың басында соңғы рет осы Ордаға келіп жұмыстарын көріп кеткен. Орман алқаптарында осы кезеңдерде бұрын бұл өңірде өспеген терек, өсімдік түрлері отырғызылып, олардың жергілікті климатқа бейімделуі бақыланып отырылды. Сонымен қатар қызыл қасқыр, ши бөрі, қамыс мысығы, елік сынды сирек кездесетін аңдар түрлері әкелініп, жерсіндірілді. Олардың жергілікті жерге үйреніп, көбеюі бүгінгі күні үнемі назарда. Орда орман шаруашылығында Жұмағалиев, Мырзағалиев, Қараушев, Орехов, Кубанов, Кузякин, Айтинов, Зюба, Парашин, Ерғалиев, Дәулеталиев, Махмудов, Минажев, Нұрлыбаев, Саматовтар басшылық жасады. Олар өлкенің табиғатын, орман байлықтарын қорғап, оны келешек ұрпақтар игілігі үшін сақтауда аянбай еңбек еткен. Сонымен қатар Зюба, Парашина, Сарғылақов, Дәулеталиев, Хисмединов, Сапашева, Жүнісов, Нұрлыбаев бас орманшы қызметін атқарса, осы кезеңде сухих жүзім өсіріп, ордалық Насыпханов Хисмединова апай көмекші болып жұмыс жасады. Олардың қайқайсы да осы салада ұзақ жыл еңбек еткен, өз істерінің білгір маманы бола білген жандар. Қарағайлы орман алқаптарын көбейтуге, оны сақтауға Ұлы Отан соғысының ардагерлері Самиғолла Ситақов, Темірғали Қарашев, Ибраим Рысқалиев және орманшы жұмысын атқарған Бақсет Сариев, Шабанбаев Қабыш
Тыналиев Сағынбай, Салауатов Азамат, Есенов Базарбай, Хамидуллин Ризуан, Жұмағали Өтегенов, Кәкім Жемісов, Хамит Ахметжанов, және біздің мекемеде көп жылдар бойы есепші болып жұмыс атқарған Хамит Ахметов, жұмысшылар Орынбаев Тұяқ, Түсіпқалиев Сатыбалды, Мұқанова Салима, Құсайынов Биләш, Хасен Сарсенғалиев, Жұмарстан Серғалиев үлкен үлес қосқан. Ұзақ жылдар бойы Есенова Мария, Жұмағаным Тыналиева, Вялых Андрей, Қайникешев Рамазан, Салимов Шаппазгерей, Жемисов Ғалым жұмыс атқарған. Бұл аталған есімдер Орда орман тарихында әрдайым мақтанышпен осы кезге дейін айтып жүреміз. Батыс Қазақстан облысындағы орман қорының 1/5 бөлігі осы Бөкей ордасында орналасқан. Нарын құмында қолдан отырғызылған жасыл желек шөлейт даланың ортасындағы оазис іспетті. Осы жасыл желек табиғатты қорғап сақтауда бүгінгі таңда Орда орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекеменің қызметкерлері абыроймен қызмет етуде. Жалпы Орда орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі коммуналдық мемлекеттік мекеменің аумағы 16405 гектар жерді құрайды. Осы аумақта штаттық кестеге сәйкес 34 адам қызмет атқарады. Жалпы орманшылардың атқаратын қызметі орманды күтіп баптау, молықтыру, екпе көшеттерін егу және орманды өрттен сақтау жұмыстарымен айналысады. Жыл сайын елді мекендерді көгалдандыру мақсатында және құм тоқтату мақсатында 15 гектар жерде қарағай екпе көшеттері, 80 гектар жерде дәнді дақылдар егіледі. Жалпы көктем айларында осы орманды қарағайды зиянкестерден қорғау мақсатында биологиялық өңдеу жұмыстары және өрттен қорғау мақсатында орман минералды алқаптарын орналастыру, заңсыз кесуден қорғау мақсатында апта сайын рейдтік шолулар жүргізіледі. Жалпы бұл мемлекеттік мекеменің аумағы ерекше қорғалатын табиғи аумақ санатына жатады. Бұл орманда қазіргі таңда қарапайым қарағай, қырым қарағайы, үлкен жапырақты және кіші жапырақты қарағаш, мойыл, долана, жиде, үйеңкі ағаштары өсіп күтіп бапталуда және заңмен қорғалуда. Орманшылар жасыл желек табиғатты қорғап сақтауда көгалдандыру жұмыстарын жүргізіп, айналамыздағы елді мекендерді құм көшкінінен сақтау үшін екпе жұмыстарымен айналысады. Көктем мезгілі басталған шақта қарағайларды түрлі зиянкестерден қорғау үшін дәрі шашылып, орманды өрттен, заңсыз кесуден сақтау мақсатында санитарлы жұмыстар жүргізіліп отырады. Ауыл аймақтарды көгалдандыруға, екпе жұмыстарын жүргізуге бізде осы жерде уақытша 1 гектар және ауыл сыртындағы 6-шы айналымда 3 гектар көлемде тұқым бағы бар. Қазіргі уақытта 13 түрлі ағаш көшеттері өсіп тұр. Олар қарағай, шырша, ақтерек, мақтаншақ терек, жиде, үйеңкі, жыңғыл, сексеуіл, тал ағашы сияқты басқа да бізде ағаш түрлері бар. Қазіргі таңда біздің жерімізде қарапайым қарағай, қырым қарағайы, нарын терегі, ақ терек, қайың, үйіңкі, үлкен және кіші жапырақты қарағаш, қара алқа, жиде тәрізді ағаш түрлері, итмұрын, долана, мойыл, қарақат, жидек сынды жеміс ағаштары өседі. Нарының жасыл алқас атанған, ғасырдан астам тарихы бар Орда орманы тылсым табиғаттың мәңгі ескерткіші және қолдан орман өсірудің тамаша үлгісі бола бермек.